Әрі қарай жалғастырамыз. Діни экстремизм қоғам дертін қалыптастырушы құбылыс. Қызылорда облысының дін мәселесі бойынша өңірлік аппараттық түсіндіру тобы 2 күндік семинар тренинг өткізді. Бағдарлама бойынша аталмыш іс-шара діни экстремизм көріністерінің алдын алудағы ақпараттық түсіндірме шараларын жетілдіру жолдары тақырыбын қамтыды. Қазақстандағы мадхалиттік топтармен жұмыс жасаудың теологиялық аспектілерінен бастап, деструктивтік діни ағымдар ұстанушылармен жұмыс жасау аясында толықтыру семинар тренингтің негізгі мақсаты. Жергілікті теологтар мен діни мамандар қатысқан бұл шараға Ақтөбе мен Павлодар қалаларынан келген психологтар мен орталық директорлары психологиялық және практикалық әдістермен бөлісті. Негізгі екі бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Біріншіден, бұл теологиялық аспектілері, діни ортада жұмыс жасаудың, осыған қазір біздің топ мүшелері біліктілігін арттырды. Екінші тақырып, деструктивті діни ағымдардың ықпалында қалған тұлғалардың оңалтудың психологиялық әдіс тәсілдерін зерделеп жатырмыз. Осы мақсатта аймағымызға Павлодар қаласынан және көршілес Ақтөбе облысынан республикалық ақпарат түсіндіру топтарын мүшелері арнайы келіп, өздерінің тәжірибелерін бөлісуде. Әрине, бұл семинар тренингтен біз оң әсері мол деп білеміз, себебі кез келген адамның теологиялық және психологиялық оңалту бағытында деструктивті діни ағымдардың ықпалында қалған тұлғаларды ол біліктілікті үнемі ұдайы арттырып отыруымыз қажет.